Қайырлы күн достар. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы жомарттық туралы болады. Алдымен тақырып жоспарымен таныс болайық. Бүгінгі тақырыптан оқушылар жомарттық тақырыбын тереңнен түсінеді және бойында қайырымдылық, мейірімділік жасауға деген ұмтылыс пайда болатынына сенеміз. Ал сонымен тақырып жомарттық. Әдеттегідей оқушыларға бұл тақырып туралы қандай деңгейде біледі, не ойлайтынын білу үшін сұрақтар әзірледік. Алдымен сол сұрақтарға жауап беруден бастайық. Жомарттықтың мағынасын ашу үшін generosity терминін қолдануды жөн санадық. Generosity термині бұл адамның байлығы, уақыты, күшін не білімін бөлісу, көмектесу. Яғни біреуге бірдеңе беру. Бірақ ешқандай есеп, кері байланыс, алғыс, орнын бірдеңемен толтыру қарымтасы күтілмейді. Енді оны жеке ашу үшін әріптерге назарымызды аударайық. G әрпі біз бағалайтын нәрсені басқа біреуге беру, яғни біз үшін құнды болған нәрсені басқа біреуге бере алу. И бірін-бірі ең жақсы түрде ынталандыру. Мысалы, біз береміз және беру арқылы басқа біреулерді беруге ынталандырамыз. Ешқашан өзімшіл болмау. Яғни бұл жерде өзіңе ұнамайтын, қажетсіз деп санағанды біреуге бере салу деген болмау керек. Және берген кезде осының қарымы ретінде бір алғыс айтам, бір атақ абыройға ие болам деген сезім болмау керек. Басқаларға көмектесуден ләззат алу. Яғни, мысалы, біз біреуге бірдеңе береміз, ол кісі қуанады, бірақ бергенге өзіміз одан бетер қуанамыз, сол істен ләззат аламыз. Сол бір сезім. R. Игі іске қолдау көрсету. Яғни, мектепте жәрмеңкелер болады, соған қатысу, мысалы, менікі не болады дейсің деп шетте қарап тұрмай, барынша мүмкіндігімізге қарай, қолымыздан келгеніне қарай көмектесу. Қолымыздан келген ұсыну. Яғни, жаңа айтқандай, барынша сол іске атсалысу. Бұл тақырып туралы алдағы уақытта тереңірек тоқталамыз. Келесі S. Уақытымыз бен таланттарымызды бөлісу. Келесі I. Біреуді қосылуға шақыру. Мысалы, біз жақсылық жасаймыз, жомарттық жасаймыз және басқаларды соған үгіттеу. Келесі T. Болашақ ұрпақ үшін жаратылысқа қамқорлық жасау. Мысалға, қазір далаға бір ағаш егеміз, біраз уақыттан кейін ол өсіп жемісін береді, көлеңкесін береді. Яғни, дәл қазір істелген іс болашақта біздің ұрпағымыз үшін, балаларымыз үшін жасалған жақсылық, яғни инвестиция болуы мүмкін. Бұл тақырыпты да алдағы уақытта тағы да ашамыз. Келесі Y. Бірінші сен, сосын мен, яғни кез келген істі алдымен өзімізден бастауымыз қажет. Жомарттық туралы кішігірім мәліметтерге ие болдық. Енді жомарттық тақырыбын тереңнен қарастырайық. Жомарттық ол адамның басқа бір адамға, сонымен қатар мұқтаж адамдарға материалдық немесе рухани қарымтасыз, міндетсіз қызмет етуі. Осы жақсылық жасауға шын ықыласпен кірісуі. Бұл жерде ықыласпен жасауы. Ықылас өте маңызды. Ал ықылас дегеніміз не? Ықылас ол шын жүректен, таза ниетпен бір істі жасау. Жомарттық жасауда ықыластың орны өте жоғары. Жомарттық жасау бұл мүмкіндігіне қарай көмектесу. Бірақ біз бұны көмек алмасумен шатастырмауымыз қажет. Көмегіңді беру, жомарттықта алу деген нәрсе жоқ. Ол жерде тек қана беру, көмегіңді беру. Көмектескеннен кейін алғыс, мақтау, қайтарым деген нәрсені күту ол мүлдем болмайды. Бұл шынайы ықыласты жомарттықта қарымын күту деген нәрсе болмайды. Қиындыққа, бір мәселелерге тап болған адамдарға барыңды беру, көмектесу. Бұл жерде тек қана бағана айтқандай материалдық емес, рухани да барыңды бере білу. Бұл жомарттық. Жомарттық қоғам мүшелері арасындағы сыйластықты, сүйіспеншілік пен бауырмалдықты нығайтуда айтарлықтай рөлге ие, айтарлықтай рөл атқарады. Жомарттықтың екі түрі бар екен, ол жасырын және жария. Жасырын жомарттықты тек қана жомарттық жасаушы және одан көмек алушы ғана біледі. Кейде тіпті жомарттық жасаушы адам менен көмек алатын адам
кейін мені көргенде именбесін, ыңғайсызданбасын, ұялмасын деп біреу арқылы да беретін жағдайлар болады екен. Тіпті кейде алушы да беруші де білмейді, бірақ жомарттық жасалып жатыр. Сонда да жағдайлар болады екен. Келесі жария жомарттық. Бұл жердегі мақсат басқаларға көрсету, менменсу, мақтану, ондай сезім емес. Бұның түпкі мақсаты басқаларды да жасалып жатқан жомарттыққа, сол бір жасалып жатқан игі іске қолғап ету, оларды ынталандыру, жомарттыққа шақыру. Кей кезде жасалып жатқан игі іспен басқаларды да ақпараттандыру, оларды хабардар ету керек. Жомарттық әрекетіміздің мақсаты мен себебін басқаларға да түсінікті етіп жеткізу керек. Мүмкін олардың да осы жақсы бір іске қосылуға шабыты ашылып қалатын шығар. Әркез алушы қолдан беруші қол артық. Сол үшін адамдарды беруші қол болуға ынталандыруымыз қажет. Жомартты қол беру деп айтып жатырмыз, бірақ осы тақырыптың басында айтқанымыздай, жомарттық ол беру, бірақ ол материалдық және рухани беру деп айттық. Яғни тек қана ол материалдық, ақшалай, дүниелік беру емес. Жомарттық ол тек қана дүниемен өлшенбейді. Бұл жоғарыда айтқанымыздай, әуелі ықыласпен, шын жүрекпен жылы сөз айту, ұлы адамдар айтқандай, тіпті күлімдеудің өзі де бір жомарттық болып есептелінеді. Жылы қабақ көрсету, жанашырлығымызды, мейірімділігімізді оларға сездірту. Мысалы, құшақтау, жас балаларды иығынан түртіп қолдау білдіру деген сияқты. Білгенімен бөлісу. Мысалы, оқушылар арасында түсінбеген тақырыптарын досына түсіндіруге көмектесу. Бірақ бұл жерде көшірту емес. Шын жанашыр адам ол білгенін түсіндіреді. Бұл түсіндіру өте сыпайы түрде жүзеге асырылуы қажет. Түсінбедің ба, осында түсінбей тұрсың ба деген сияқты көзқараста болмау қажет. Бұл адамды өте төмен, қолынан ештеңе келмейтін, дәрменсіз, ақымақ, сондай сезімде қалдырмау қажет. Дәметусіз жақсылық. Мысалы, біреуге бір жақсылық жасадыңыз, бірақ ол да сізге бірдеңе мен қайтару керек, бір іспен жасап қайтару керек деген сияқты күту болмау қажет. Келесі эмпатия, яғни өзге адамның ішкі әлеміне үңіліп, оның сезімдерін түсініп, қолдау көрсетіп, позитивті түрде оған түсінікпен қарау керек. Бір жақсы сөз бар ғой, бұл эмпатияның мағынасын толық ашады деп ойлаймын. Ол қайғысына да, қуанышына да ортақтаса білу, жалғыздығын сездірмеу деген сияқты. Келесі бір рухани жомарттықтың түрі ол шабыттандыру. Қазіргі тілмен айтқанда мотивация беру. Негізі осы қамқорлық жасалған, яғни мейірім алған адамнан гөрі қамқорлық жасаған, яғни мейірімділік берген, жомарттық жасаған адам көбірек бойындағы мотивациясы оянады, оның қуанышын көрген сәтте. Тағы да басқаларды қуанқысы, олардың проблемаларын шешуге, көмектесуге ықыласы оянады. Адамдардың қуанышын көріп, одан мотивация алады. Тағы да көмектесейін, қолдау білдірейін деген сияқты. Бұл өте керемет қасиет. Мысалы, біреуге сіз гүл сыйладыңыз. Ол кісі қуанды, бірақ оның қуанғанын көру сізді одан сайын қуандырды. Міне нағыз мотивация, нағыз шабыт. Бұл жомарттық жасауға адамдардың ықыласын одан сайын арттырады. Енді осы жерде мен қызыммен болған бір оқиғаны айтып бергім келіп тұр. Қызыммен кафеге барып, кафеде терезе жақтан орынға жайғастық. Терезеден қайыршы екі ата және апа жүрді сол арада. Отырды олар. Таңғы кез болды. Қызым оларға қарап отырды. Бір кезде тамақтарын өзінен артылғанын салфеткаға орап сала бастады. Қалтасынан салып қойды. Біз бір кезде кафеден шықтық. Үйге қарай жол алған кезде сол жерден өтіп бара жатып, қызым жаңа қалтасындағы тәттілерді атаға және әжеге бөліп берді. Олар қуанды, алғысын айтты. Біз біраз жерге жеткенде қызым айтты, мен жүрегімде ерекше бір жылулық болды, мен тағы да бергім келді деп. Олардың қуанғаны мені одан сайын қуандырды деген сияқты әңгіме айтты. Яғни бұл өзгелердің қуанышына себепкер болу нағыз мотивация, нағыз шабыт. Айналаңдағы адамдарға уақыты дер кезінде көмек беру. Жалпы қазіргі уақытта уақыт деген өте зымырап, көзді ашып жұмғанша
сондай тез жылдам өтіп жатыр. Осындай бір заманда біреудің саған уақыт бөлгенінің өзі өте бір ерекше сезім. Уақыт бөліп отбасыңмен, бауырыңмен, немесе досыңмен бір стакан шай ішіп, не телефонмен сөйлесіп, немесе ата-әжеден хабар алу, ата-анасынан хабар алу, бұл да жомарттық жасау болып саналады. Демек, біз бұл жерде ақша немесе дүниелік материалдық беру туралы мүлдем айтқан жоқпыз. Жомарттық тек қана материалдық ақшалай беру емес. Бірақ қолда бар болса, қажеттіліктеріңнен артып берудің жөні бөлек. Менде жоқ демей, жаңа айтып өткеніміздей рухани жомарттық жасап, соны меңгеріп, тәжірибе жасап үйренуіміз қажет. Өмірде әр нәрсенің антонимі бар, яғни қарама-қарсы түрі бар. Тіпті бір пікірді біреу қолдайды, ал біреулер оған қарсы шығады. Өмір сүрудің де өзінің ережелері бар. Біреулер бұған ісімен қарсы шығады, біреулер ісімен бағынады. Ережеге бағынғандар әрқашан жеңіске жетеді, ал қарсы шыққандар жеңіліске ұшырайды. Еліміздің заңына сәйкес, егер кім заңға бағынса, ол бақытты өмір сүруін жалғастырады, егер кім заңға бағынбаса, түрмеге отырады. Сонымен әр нәрсенің қарама-қарсы түрі бар. Мысалы, жақсылықтың жамандық деген, ақтың қара, беру, бермеу, немесе беру, алу деген сияқты. Дәл солай жомарттықтың да қарама-қарсы түрі сараңдық деген бар екен. Енді сараңдық тақырыбына тоқталайық. Адам жүрегінде әрқашан жомарттарға сүйіспеншілік, ал сараңдарға жиіркеніш сезім бар екен. Бала кезімізде мультик немесе кино көрсек, сараңдық, жамандық жолын ұстанғандарды біз үнемі ұнатпайтын едік. Ал жомарттық, жаны жақсылыққа құмар жандарға жүрегіміз елжіреуші еді. Сараңдық қасиеті адамдар арасында әділетсіздікті, өшпенділікті қоздыратын өте нашар қылық. Сараңдық пайда көндемділікті, өзімшілдікті арттырады да, кейде шындықтан да айырады. Егер сараңдықтаны жүрегімізге егілсе, одан құтылу өте қиын. Ол бұтақтамай тұрып, одан арылуға тырысуымыз қажет. Мысалы, қалтасында 1000 теңгесі бар адам беруді білмесе, беруді қаламаса, ол қалтасында 1.000.000 теңгесі болған кездің өзінде де бере алмайды. Сараңдықтан құтылудың жолы тым болмаса азаздан беріп үйрену немесе бере алатын ортада өмір сүру керек. Себебі кез келген ауру жұққаны секілді мүмкін беру ортасы оған сол беру қасиетін жұқтырар. Содан үміттенуіміз қажет. Келесі, енді сараңдық, жомарттық туралы біраз түсінікке болдық. Енді жомарттықты қалай қалыптастырамыз? Солған тоқталайық. Ресурстарды дұрыс басқару. Яғни жомарттық біздің қазіргі міндеттерімізді орындау қабілетіміз және мүлкімізді дұрыс қолдануымызға байланысты. Бұларды дұрыс орындап, мұқият басқара алсақ, жомарттық қасиеттерімізді одан сары арттыруға әсер ете аламыз. Мұқтаждықтарды анықтау. Жомарттықтың басты идеясы достық арқылы басқалардың қиындығын түсінетін жүрек. Яғни соған ие болуымыз керек. Бұл эмпатия сезімі. Кісінің жомарттығы көп дүние беруден гөрі мұқтаж адамның ауыртпалығын бөлісу арқылы анықталады. Жомарттық көрсетуге ниеттенген кезімізде көмек көрсеткіміз келген адам не ұйымды анықтап алу қажет. Алдымен айналадағы адамдарды танып білуіміз қажет. Олардың қажеттілігі қандай қиындыққа тап болды, олардың қандай арманы бар, соны біліп, сезе біліп, сосын жүрекпен әрекет етуіміз қажет. Яғни алдымен анықтап алу қажет олардың қажеттіліктерін. Үшінші жолы ресурстарды тиімді бөлу. Жомарттық қолда бар байлықты, уақытты, мүмкіндікті ең жақсы жолда қолдануды талап етеді. Мысалы, қолымызда бір нәрсенің болмауы, ол жомарт адамның жомарттық жасауына кедергі бола алмайды. Дәл бүгінгі күн, дәл қазіргі сәтте не жасай алатын мүмкіндігіміз бар, сонымен бөлісу қажет. Мысалы, мен сізге осы сәтте осы білімді, осы білгеніммен бөлісіп жатырмын, оған дайындалып, мен өз уақытымды, ресурстарымды беріп жатырмын. Яғни адамдардың болашақтағы қажеттіліктерін анықтап, соған сай жоспар құрып, одан әрі әрекет жасау қажет. Бұл жолда жомарттық жасауға ауыртпалық түспеу үшін ең дұрысы орта жолды ұстану қажет.
Келесі көңіл бөлу, басқаларды қолдау. Жомарттық ақшамен өлшенбейді немесе статистикамен сыналмайды. Керісінше, жомарттық әр сыйлықты өзіңіз қаншалықты, қандай ізгі ниетпен, қандай ықыласпен бердіңіз, сонымен өлшенеді. Жомарт адамдар басқадан ештеңе талап етпей, мұқтаждарға ерікті түрде бере алады. Басқа біреумен, мысалы достарымызбен, туыстарымызбен, ортамызбен қарым-қатынасымыз бойымызда жүріп жатқан жомарттық дәрежемізді анықтайды. Өз уақытында көңіл бөліп, ой пікір, қуат, мүлкімізбен бөлісу бұл жомарттықтың шын көрінісі. Келесі бір жолы басқаларға инвестиция жасау. Жомарттықтың ең тиімді әрі пайдалы кезі ол алушы адамның да жетілуі. Адамдарға өздерін алға жылжытуға, жетілдіруге мүмкіндік беріп, оларға сенім артып, олардың да қолдарынан келуіне, сенулеріне әсер ету қажет. Енді қарастыратынымыз жомарттық пирамидасы. Саналы сараң. Бұл мұқтаждарды көріп, беру керек деп есептейді, түсінеді, оған беру керектігін, бірақ соған қарамай бермеуді шешетін адамдар. Бейсаналы сараң. Бұл қажеттіліктерді көреді, адамдардың мұқтаждықтарын көреді, бірақ олардың ойына беру деген кіріп те шықпайды. Олар бұны бейсаналы түрде жасайды. Бұны жақсырақ елестетуіміз үшін адамдардың өсу тұрғысынан жастарды алайық. Олар әлі беру жауапкершілігін әлі қабылдай қоймаған. Біз кішіміз, әрі беруге құрбымыз жетпейді деген оймен олар оған беруге аса көңіл бөлмейді. Келесі көңілсіз жомарт. Олар әр істі көңілсіз, еріксіз жасайды. Беру кезінде де солай, тек сыртқы фактор әсер еткенде ғана олар беруге әрекет жасайды. Ол қалай, мысалы, ұятқа қалмайын, бәрі берді, мен қалып қоймайын, өзгелер мен туралы жаман ойлап қалмасын деген ойға қалмау үшін ғана береді. Яғни олар көңілсіз жомарттар. Келесі үнемді жомарт. Өз еркімен береді, бірақ мүмкіндігі одан көпке жетіп тұрса да, ең төменгісін ұстанады, ең азын ұстанып, соны ұсынады, сол көмекті ұсынады. Келесі өзімшіл жомарт, ол айтарлықтай береді. Бұл беру қандай да бір адамдардың мойындауы, қоғамның мойындауы, оны мақтауы, яғни олардан бірдеңе алу үшін жасалынады. Тым болмаса мынау кісі осындай зат берді деген бір атқа ие болу үшін жасайды. Келесі ерікті жомарт. Ол еріксіз жомарт сияқты айтарлықтай көп береді, бірақ арадағы айырмашылық олар қоғамдық қабылдау, мақтау, басқалардың деп оған қарауы оны қызықтырмайды. Ол мойындаудан бас тартып, өз еркімен береді. Жомарттықтың ең кемел түрі ол ықыласты жомарт. Ықыласты жомарт пен ерікті жомарт арасы өте жақын. Оларда мойындауға деген тәуелділік жоқ. Олардың кіші бір айырмашылығы ғана бар. Олар шектеусіз ықыласпен, ойланбай-ақ ертең күнім не болады, өзіме ештеңе қалмай қойсашы деген ой оларда мүлдем болмайды. Оларға бұл рухани бір жаттығу сияқты. Осы жерде өзімізге қарата бір сұрақ қойғым келеді. Біз осы жомарттықтың қай сатысындамыз? Бір сәт осы сұраққа жауап беріп көрейік. Енді осы жерге дейін біз беру туралы айтып келдік. Енді сұрақ, кімдерге беруіміз керек? Жомарттық кімдерге жасалуы қажет? Жомарттық ең әуелі бізге ең жақын адамдарға жасалынады. Ол біздің отбасымыз. Бүкіл беретінімізді, қамқорлық, мейірімділік, уақыт, барлығын ең бірінші отбасымызға, одан кейін туыстарға, сосын айналамыздағы көршілерге жасалынады. Сосын қиын жағдайға түскен адамдар, мысалы кедейлер. Кедей дегеніміз ол бір күн үшін ғана заты бар, ертең үшін ештеңесі жоқ адамдар. Келесі міскіндер, олар бірнеше уақыт қажететін азығы бар, үй жағдайы бар, бірақ артық ештеңесі жоқ, қажеттілігінен артық ештеңесі жоқ адамдар. Мүмкіндігі шектеулі жандар, қарттар, балалар. Осы жерде балаларға, жалпы білім алушыларға, білім ізденісінде жүрген адамдарға өте ерекше
жомарттық жасалынуы қажет, себебі қазір олар жұмыс істемей білім алу жолында. Егер олар жұмыс істеп өз үшін ақша табу жолына түссе, онда білім алудан қалып қояды. Сол үшін білім жолындағы адамдарға барынша қолдау көрсетіп, жомарттық таныту қажет. Келесі жолаушылар, одан кейін табиғи апаттан зардап шеккендер, ары қарай өзге де қиыншылыққа душар болғандар және қайырымдылық ұйымдары. Оқушылармен талдау үшін шығыс даналығынан жомарттық туралы әңгіме қалдырдық. Оқушылармен оқып, осында қалауға болады. Келесі мақал-мәтелдер қалдырдық. Оқушылармен осы мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын, мәнін түсініп, талдауға болады. Жомарттық тақырыбына арналған өте әсерлі бейнеролик қалдырдық. Қаласаңыз, видео нұсқасын жібере аламын. Жомарттықтың мәнін керемет ашатын, тереңнен ашатын кітаптарды ұсындық. Бірінші кітап Қажымұқанда білім жолына түскен жасқа қолдау көрсетіп, халық ол үшін ақша жинап, ақшадан тарықпай тек қана білім алу жолына ғана қарау үшін көмектескен халық туралы айтылған, өте әсерлі жеткізген. Келесі Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасы. Бұл да өте керемет. Сараң патшаның дүниеге тоймауы туралы өте керемет түсіндірілген. Бұл өмірде адамға ештеңе жетпейді. Ол тек қана соңғы сапарда қабірге түсіп, көзіне құм қойылған кезде ғана ол тойғанын түсінеді. Сол туралы айтылған. Келесі Нело мен Патраш. Әлемдегі адамдардың мейірімсіздігі, сараңдығы туралы айтылған. Бірақ барлық адам ондай емес. Жүрегінде жомарттыққа құштар адамдар бар екендігі де суреттеледі. Осы Нело мен Патрашта жақсылықтың өз уақытында жасалынуына да оқырманның назарын аудартқан өте керемет кітап. Әсіресе балалар әдебиетіне, балаларға оқытуға, олардың бойындағы мейірімділік, жомарттық қасиетін оятуға таптырмас кітап деп ойлаймын. Шет тілінде жазылған кітаптарды ұсындым. Бұл жерде әр күнді жомарттықпен өткізу және оған қалай дайындалу керек, сол туралы жазылған. Біз әлгінде айттық қой, жомарттық кімге жасалыну қажет? Әрине, жомарттық ең бірінші ол біздің отбасымызға жасалыну қажет. Бұл жерде оқушылар кеңеседі, ата-аналарына, отбасына қандай жақсылық жасауға болады, қандай сыйлық беруге болады, соны ақылдасып, ата-аналарына жасау қажет. Мақсат оқушылар ақылдасады, пікір алмасады, және қамқорлық жасап отбасын қуанту үшін тәжірибе жасайды, және бұйырса осы арқылы ынталанады. Бұл жерде кеңес, Әлихан деген оқушылардан кеңес сұрайды. Осындай проблема болып жатыр, менде не істесем болады деп. Оқушылар өз кеңесімен, білгенімен Әлиханға хат жазады. Үй тапсырмасына SWOT анализі беріледі. Оқушылар осы 4 сұрақ бойынша ізденеді. Бұл жердегі S жомарттық жасаудың күшті, пайдалы жақтарын жазады. W-ға жомарттық жасаудың әлсіз немесе зиянды жақтары. Жомарттық жасауда маған не зиян тигізеді деген сияқты. Жомарттық жасауда әлсіз жақтарымызды қалай жеңуімізге болады? Қандай мүмкіндіктер бар, қандай сыртқы факторлар бізге әсер ете алады? Сол туралы жазамыз. Келесі T сараңдықтан қалай арыламыз? Бізге не әсер етеді? Сол туралы жазамыз. Бұл үй тапсырмасы SWOT анализі өте оқушылар үшін пайдалы деп ойлаймын. Бұл сабақта өткен тақырыпты үйде қайталайды, анализ жасайды. Сонымен бүгінгі жомарттық тақырыбына арналған сынып сағатымыз аяқталды. Барынша кеңінен ашып түсіндіруге тырыстық. Егер пайдасы тисе қуанамын. Сабақ ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыз. Апта береке мен сәттілікке толы болсын.